Ал сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Барлықтарыңызды бүгінгі көрісу мерекесімен құттықтаймын. Және де алдында аруларымыздың, біздің математик ханымдардың мейрамы болды. Сондықтан барлықтарыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын және жанұяларыңыз әрқашан бақытты болсын деп тілегім келеді. Сонымен қатар, әрине, бәріміздің біріктіретін нәрсе ол математика. Ол біздің мамандығымыз және мамандығымызда да толағай табыстар тілеймін, Құдай қаласа, осы жылы. Ал біз бүгін семинарда, вебинарда мына бір есептерді қарастыратын боламыз. Бұл былтырғы жылғы 8-ші сыныптың облыстық олимпиадасында келген есептер. Областной олимпиаданың есептері, былайша айтқанда. 8-ші сыныптың. Сондықтан есептер қазір сәл проблеманы болуы мүмкін, бірақ та бірнеше әдістерді өздеріңізге аласыздар деген ойдамын бүгінгі сабақтан. Так, бірінші тапсырмада былай дейді: альфа саны x квадрат минус 2x минус 5 тең 0 деген теңдеудің түбірі болса, онда мына бір өрнектің мәні нешеге тең дейді. Ал есептің шарты түсінікті ғой деп ойлаймын барлығымызға. Егер альфа саны мына теңдіктің түбірі болатын болса, онда теңдеуге осы альфа санын қоятын болсақ, теңдік орындалады деген сөз. Яғни альфаның квадраты минус 2 альфа минус 5 тең 0. Мен альфа емес а деп жаза берейін, себебі мен альфам қазір 2-ге ұқсап кетеді, сонымен шатасып қаламыз. Альфа емес, мен а деп жаза берейін. Сонда а квадратты тауып алсақ, ол 2а минус 5 болады ғой. Бізге қазір бұны квадратты 7 дәрежеге шейін өсіру керек. Себебі біз аның 7 дәрежесіне шейін баруымыз керек қой. Бізге аның 7 дәрежесі минус 1189а деген өрнектің мәнін табуымыз керек. Ол үшін бүйтейік, теңдіктің екі жағына да аны көбейтейін. Сонда а куб тең 2а квадрат минус 5а болады. Осыдан 2а квадрат деген өрнектегі, мына жердегі а квадрат деген өрнектің орнына мен мына 2а минус 5 алып келіп қойсам болады ғой, себебі а квадрат дегеніміз мына бір өрнекке тең. Ендеше 2 көбейтілген 2а минус 5 азайтылған 5а деген өрнекті аламыз. Осыдан плюс 5 екен ғой, мына жер, кешірім сұраймын. Минус 5 былай өрнектегенде плюс 5. Мына жерде де плюс 5. Сонда 4а қосылған 10 азайтылған плюс 5а. Сонда 9а қосылған 10 деген өрнекті алдық. Бұлайша айтқанда, аның кубын біз а арқылы өрнектеп алдық деген сөз ғой. Дәл осыны қазір 4 дәрежесіне шейін жіберетін болсақ, біз нені байқаймыз? Қазір 4 дәрежесін алу үшін біз осы өрнекті тағы да аға көбейтеміз. А кубын мен жазып қояйын. 9а қосылған 10 болды. Бұны да біз қазір аға көбейтеміз, тағы да а квадрат деген өрнек пайда болады. Ал а квадратты ол 2а плюс 5 деп, оның дәрежесін тағы да төмендетуге болады. Ендеше аның 4 дәрежесі дегеніміз 9 көбейтілген а квадрат плюс 10а. А квадраттың орнына қайтадан 2а плюс 5 алып келіп қояйық. Сонда 9 көбейтілген 2а плюс 5 қосылған 10а. Ал бұл тең болады 28 деп сразу жазайын. 28а қосылған 45. Все. Мынау бізде аның 4 дәрежесі 28а плюс 45-ке тең екен. Ендеше енді аның 7 дәрежесін табу үшін мен былай жазсам да болады ғой. Аның кубы көбейтілген аның 4 дәрежесі деп. Ендеше 9а қосылған 10 көбейтілген 28а қосылған 45 деп жазып алайын. Ал енді жақшаны біртіндеп ашамыз. Енді ол үшін маған калькулятор керек. Так, менен бірінші жақшаны ашқандар болса, чатқа жазып отырыңыздар, талқылайық. Мен қазір арифметикадан қате кетіп қалуым мүмкін. 9 көбейтілген 28. Значит, 252 а квадрат қосылған 45 көбейтілген 9, 45 көбейтілген 9, 405 а қосылған 280 а қосылған 450 тең, ақшамдап жіберейік. Сонда 252 а квадрат қосылған 685 а қосылған 450. Все. Бізде тағы да а квадрат деген өрнек пайда болды. Ең үлкені а квадрат. Ең үлкен а квадрат. Демек, а квадраттың орнына біз тағы да мына 2а плюс 5 алып келіп қойсақ болады. Тең 252, оған 2а плюс 5-ті көбейтеміз, қосылған 675а қосылған 450.
яғни аның жеті дәрежесін тағы да біз аның көмегімен өрнектеуге болады. Яғни мына өрнектің қазір мәнін табуға болады деген сөз ғой. Тең ықшамдайық. 252-ні 2-ге көбейтсек 504 а қосылған 252-ні 5-ке көбейтейік енді. 252 көбейтілген 5 1256. 1260 ойбай құдай. Қосылған 685 а қосылған 450. Мен арифметикадан қате жіберіп жатқан жоқпын деген үміттемін пока что. Бәрі нормально шығар. Егер қателік байқап қалсаңыздар, айтсаңыздар, мен сәл шатасып қалуым мүмкін кейбір жерлерінде. Так, мұнда 685-ке 504 қоссақ 1189. А қосылған, мына екеуін қоссақ 1710. Міне. Демек, біздің аның 7 дәрежесі деген өрнегіміз 1189 а қосылған 1710 деген сөз ғой. Ал бізге табу керек болған өрнекке ендеше мен қазір аның 7 дәрежесін апарып қоя салсам, бізге табу керек мына өрнекті. Аның 7 дәрежесі азайтылған 1189 аны. Ендеше біз тауып алдық қой мынаны. Апарып қоя салайық. 1189 а қосылған 1710 азайтылған 1189 а. Демек, жауабы 1710 деген сөз. Все, көріп отырсыздар, қарапайым ғана арифметика бұл жерде қолданылып отырған, ешқандай бір артық дүние жоқ. Тек қана дәреженің қасиеттерімен және өрнекті түрлендірумен ғана шығып кетті. Ал барлығымызға осы сеп түсінікті болған болса, бір кішігірім кері байланыс беріп жіберіңіздер. Енді 18 ақ адам отырмыз, енді бірақ 18 адам отырмыз дегенде тып-тыныш отырмайық. Давайте. Егер де түсінікті болған болса, түсінікті деп жазып жіберіңіздер. Қай жерін қайталау керек болса, айтсаңыздар, мен кішігірім қайталап жіберуге қарсы емеспін. Аха, рахмет Дастан ағай. Аха, ол болды. Все, түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Аха, рахмет үлкен. Ал енді, онда Болат ағай, міне, біз сізге бүйтейін, скрин жасап алыңыз. Бірақ запись жүріп жатыр. Запистен көрсеңіз де болады. Міне, мына өрнектің мәнін табу керек болған. Все, барлығымызға түсінікті болған болса, онда екінші сепке көшейік. О, Ақжол ағай деп па? Ақжол ағай. Ассалаумағалейкум Ақжол ағай, қалыңыз қалай? Семейге дайындық қалай болып жатыр? Так, екінші сеп енді ойын түрде ойын тапсырма. Әйгерім мен Батырхан мынадай ойын ойнайды дейді. Өлшемі 2-де 2024 болатын тақта бар. Ұзын жолақ. 2-де 2 жол және 2024 баған. Енді оны көзге елестету үшін мен бүйтіп сызып ала салайын, мына жерге бүйтіп. Примерно үште салайын. Ой, дайындық нашар болғанда. Дайындық сол. Дайындыққа ана аудандық олимпиаданың есептерін шығара берсек, сол дұрыс болады ау деп тұрмын мен өзім. Мен қазір дұрыстап сызып алайын. Мен сол аудандық олимпиаданың есептерімен дайындалып жатырмын әйтеуір. Менде де бір керемет дайындық болмай тұрса. Так. Құдай қаласа енді жақсы результат көрсетіп келсек. Так, сосын міне, екі жолақ және 2024 баған дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мен бірнешеуін жасайын түсінікті болу үшін. Рахмет Ақжол ағай. Так, енді бізде Батыр жүрісті Әйгерім бастайды дейді. Және ол өз кезегі кезінде, өзі жүріс жасап жатқан кезде тақтаға 1-де 2, яғни мынадай доминошка қояды. Ал Батырхан керісінше тігінен қояды доминошканы. Мынау Әйгерім, ал мынау Батырхан. Әйгерімдікін қызылмен қазір, Батырхандікін көкпен белгілеп отырайын, иә, міне. Бұлай болса ол Әйгерім деген сөз, бұлай болса көкпен болса Батырхан деген сөз. Онда дұрыс ойында кім жеңеді? Яғни кімде жеңіс стратегиясы бар деген сөз ғой. Бүйтіп жасалайын енді. Ал кішігірім ойланып көріңіздер. Так, жақсылап байқайтын болсақ, 2024 деген санымыз ол 4-ке 'ке 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 'ke 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 'ke
иә. Так, тігінен бүйтіп төртке бөлуге болады әрқашан. Төртеуден тұратын осындай жолақтарға тіктөртбұрыштарға бөліп шығуға болады. 2-де 4 болатын. Бұндай ойын тапсырмаларда көп жағдайда қалай біз ойлануымыз керек? Енді жүрісті бізде әйгерім бастағандықтан ода преимущество бар. Яғни өзінің ходын ол алдын ала ойластыруға болады. Мен былай жүріп бастасам болады, немесе өзінің ходында ыңғайлы болатындай қылып амалдарды жасауына мүмкіндігі бар. Ал бұл жолы Айгерім қалай ойлануына болады көрейік. Бізде алғашқы мына 8-ін, яғни мына екеуін бөліп алайық та, Айгерім жүрісті осы жерден бастады деп елестетейік. Міне дәл ортасына өзінің доминошкасын қойды деп. Ал Батырхан не істейді? Батырхан егер осының ішіне бояйтын болса, осының ішіне қоятын болса, мен мына қоршалып тұрғанның ішіне қоятын болса, онда ода 3 вариант бар, иә? Не мұнда қояды, не мұнда қояды, 6 вариант бар. Не мұнда, не мұнда, не мұнда қояды. Так, мына жерге қоюдың өзінде, мына сол жақ бірінші деп айтайық, мына бірінші тіктөртбұрыш, екінші тіктөртбұрыш деп алайықшы өзімізге. Бірінші тіктөртбұрышқа қалай қойса, екіншісіне тура солай симметриялы түрде қоюына мүмкіндік бар. Осыны бір бөлекше өзімізге қарастырып көрейік, осының жағдайларын. Осының жағдайларын қарастырып көрейік. Ол үшін так бізде мынадай берілді. Ол қалай бояу мүмкін? Бізде қазірше, міне, мына жағы бүйтіп қызыл болып боялып тұр ғой, пока что. До конца бояй аламын осыны. Бекер жасылай істедім. Міне, мынаны Айгерім қойып қойды. Демек ол не мұнда қою мүмкін? Немесе ол бүйтіп жерейік, бүйтіп жерейік. Айгерім мына жерге қойып қойды. Ендеше ол келесі мұнда қою мүмкін, Батырхан. Немесе тура осылай мына жерге қою мүмкін. Онда Айгерім не істейді? Тура соның симметриялы бөлігі бар сосын. Бұнда сызбала салама, осы 3 жағдай ғой енді. Осы 3 жағдай үшін тағы да қандай варианттар болады? Соларды бір-бір қарастырып жасай салайын деп алдын ала сыз дайындық қоймаппын ғой. Так, бізде. Так, Айгерім не істейді? Айгерім мүмкіндігі, кешіресіздер, сіздер ойлана тұрыңыздар, қазір 1 минут. Енді бізде қалай болады? Біздің мысал үшін Айгерім енді келесі жүрісін мүмкіндігінше Батырханның жүрісін жабу керек қой. Сондықтан бұлай жүрсін дейік. Міне, мына жерге қойсын дейік. Немесе үстіне қойса да бәрібір. Мына жерге қояйық. Екінші фишкасын. Егер мына жағына, оң жағына қойса, сәйкесінше сол жағына қояды. Онда келесіде Батырхан не істей алады? Батырхан мына жерде мына екеуін біреуін бояу мүмкін.
ол кімнің, әйгерімнің ходын жабу үшін ол мүмкіндігінше мына жерге қояды. Келсеміз ғой. Мұнда да қазір әйгерімнің ходын жабу үшін ол мына жерге қояды. Ал келесіде ол әйгерімнің ходын жабу үшін мұнда қояды. Немесе мұнда қояды. Екеуінің қайсысын қойса да бәрі ход жабылады. Бірақ мына жақта әйгерімге көп вариант бар, сондықтан мына жақты жапты деп елестетейік. Онда әйгерімнің жүрісі келесі жүрісі қалай болады уже? Әйгерімнің әрбір жүрісінде байқаған болсаңыздар, жүріс жасауға мүмкіндіктер саны көбірек. Мына жерде ол мұнда қойып жіберсе, Батырханның тағы бір жолын жауып тастайды. Ал мына жақта мына бір жерге қойып жіберсе, Батырханның жолы бітті. Уже Батырхан қадам жасай алмайды тоже. Ал мына жақташы. Мына жақта міне, мына жерге қойса, тағы да Батырханның жолы жабылады. Келсеміз ғой. Осы жерге шейін не істеп алдық. Келесі, енді Батырхан мына жерде тек қана мына бір бөлікті бояй алады. Уже әйгерімге плюс бір ход қалды. Мына жерде де Батырхан тек мына жерді бояй алады, бірақ әйгерімнің тағы бір ходы қалды. Ал мына жерде де Батырхан мына жерді бір бояй алады, әйгерімнің тағы бір ходы қалды. Демек, мына жердің барлығында, міне қандай вариантпен бояса да, егер мына жермен бастайтын болса әйгерім, онда соңғы ходты өзі жасайды. Есеп шарты бойынша ход жасай алмай қалған адам жеңіледі. Демек, соңғы ходты кім жасайды, сол жеңіледі. Сол жеңеді точнее. Ендеше әйгерімнің ходы бұл жерде біреуге артық. Кімнен? Батырханнан. Яғни пока что мына 2-8 шаршының ішінде осындай жүрістер ойындар болатын болса, онда әрқашан әйгерімде запас бір ход бар. Запас ход бар әрқашан. Ал енді Батырхан мысалы үшін мына жерге емес, басқа жаққа салса не болады? Яғни мына жерлердің біреуіне салсын дейік. Міне өзінің тақтайшасын мына жерге қойсын дейік. Бірақ та осылардың қайсысына қалай қоятын болса да, 2-2 жүріс болады. Міне оны қалай көре аламыз? Батырхан ол егер мына жақты бояйтын болса, әйгерім сәйкесінше мына жерді бояйды. Онда Батырхан мына жақты бояйды, онда әйгерім мына жерді бояйды. Значит, жүрістер саны тең, 0 былай айтқанда. 0-0, 0 тең 0. Ал егер басқа жақты боясашы, мына біріншісін бояса не болады? Онда егер мына жақты боясын дейік, онда Батырхан тек қана мына жақты бояй алады. Ендеше әйгерімге тағы бір ход қалады. Яғни 2-4 шаршылардың, 2-4 төртбұрыштардың ішінде неше болады? Ничья. Ал 2-8, яғни бастапқыдағы екеуін бірге қабылдап алдық қой, 2-8. Бір төртбұрыштың ішінде кім жеңеді? Әйгерім жеңеді. Басқа жердің бәрінде неше болып тұрып, алғашқы бөлігінде әйгерім жеңсе, значит ойынды кім жеңеді деген сөз? Әйгерім жеңеді. Шо? Сонымен бұл ойында соңғы жүрісті кім жасаса сол жеңеді, сәйкесінше кімнің қадам саны көп, сол жеңеді. Бұл жерде әйгерімде плюс бір ход әрқашан бар, ендеше әйгерім жеңіске жетеді деген сөз. Қалай? Есеп күшті ме екен, әріптестер? Қарасаңыздар, бір жағынан мысалы үшін бұндай типті тапсырмалар өте көп негізі. Әсіресе 6-шы класстарда. 6-шы, 7-ші класстарда өте көп. Бірақ 9-шы класстарда да кездесіп жатады. Бірақ негізгі есептер 6-шы, 7-ші класстарда. Рахмет Ақжол ағай деп па. Огонь жіберіп отыр ғой Ақжол ағай. Так, түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға көшейік онда. Түсінікті болса кері байланыс беріп жіберіңіздер. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Иә. Мына жерде оқушылар ете ма, осы жеке жазып отыра ма, түсіндіріп мысалы. Иә, мен бағана ауызша. Иә. Мен және ауызша айтқан нәрсенің барлығын сөзбен айтып отыру керек. Иә. Бізде мысалы үшін мынау 3 жағдай ғой. 3 жағдайдың каждыйына мысалы үшін 2 түрлі ситуациямен келтірдік. Барлығында бір хоттан қалды. Сол нәрселерді ол ауызша түсіндіру керек. Және де мысалы үшін Батырханды ол да ақымақ емес қой, постоянно мына жақтан сала бермейді. Ол басқа жаққа қойса не болады? Егер мына жаққа қойса не болады? Басқа жерге қойса қалай болады? Оны біз мына жерде 2-4 деп қарастырып алдық. Яғни кез келген 2-4-тің ішінде неше болатынын тоже түсіндіру керек. Егер ол мына бөлікті ғана қарастырып қойса, ол 7 балдан максимум бір 3 бал немесе 4 бал алатын шығар деп ойлаймын. Себебі Батырханды қалай айтсам болады? Ол Батырхан ол независимый шешім қабылдайды ғой. Және Батырханның кез келген шешіміне әйгерім дайын болу керек. Ол дайындықты солай жасады. Яғни кез келген мынада 2-4-тің ішіне түссе, ол жерде біз ничья боламыз. Бітті. Яғни басқа жаққа қойып қоймайды ол. Именно осы 2-4-тің ішінен жұмыс жасайды әйгерім. Ничья жасату үшін.
себебі мына жақта запасқа бір ход қалды, әрқашан өзіне запасқа бір ход қалатынын біліп тұр ғой. Мынаның ішіне кірсе, мына басына қойып қойды, бүйтіп қойды ма, бітті, запас бір ходы бар. Себебі мына жаққа кірсе, ол тура осының ішінен жұмысын жасай береді. Ал басқа жақтарға кірсе, яғни басқа 2-4-тердің ішіне қосылатын болса, сәйкесінше несие жасау үшін ол да соның ішіне кіреді де бояй береді. Вот сондай нәрселерді тоже қарастыру керек. Мен шынымды айтсам 2-6 деп қарастырып көрген жоқ, мен 4-терге бөле салдым. Енді 2-6 деп қарастырып көрейік, если что. Келесі сабақта 2-6 деп қарастырып көрейік. Мен қарастырып шығарып көрейін бірінші өзім, сосын если что талқылайық келесі сабақта. Болат ағай, солай келіссек. Себебі пока что менде уақыт сәл шектеулі болып тұр да. Ал келесекке көшейік онда. Енді геометрия. Деп құтылып кеткен ба? Келесі. Үшіншісі, білесіздер, кез келген олимпиадада тапсырманың... Ой. Мен жәнде нені звукты өшірем деп ұмытып кетіппін. Білесіздер, кез келген мына олимпиадалық тапсырмалардың ішінде бізде не болады? Бір алгебралық есеп болады обязательно, кемінде біреу. Бір геометриялық есеп болады обязательно, кемінде біреу. Және бір логикалық тапсырма болады. Яғни комбинаторика, логикаға сүйенетін. Мынау соның логикалық тапсырмасы деп қарастырайық. Біріншісін алгебралық тапсырма деп қарастырайық, значит, кемі бір геометрия болады. Мынау үшінші есеп геометрия болып келіп тұр екен. Ал көрейік осыны. Так, не дейді? АВС үшбұрышында АД биссектрисасы жүргізілген. Д нүктесінен өтетін және АД-ға перпендикуляр түзу АВ қабырғасының созындысын F нүктесінде қияды дейді. Бірінші АВС үшбұрышын сызып алайын. АВС үшбұрышы АД биссектрисасы жүргізілген дейді. Альфа, Д нүктесі. Так, тағы да есеп шарты бойынша АД-ға перпендикуляр болатын түзу АВ қабырғасының созындысын АД-ға перпендикуляр Д-дан бетіп шығарылады. Мәне. АД-ға перпендикуляр түзу қабырғасының созындысын F нүктесінде қияды. Мәне. Д нүктесінен былай қарай перпендикуляр шығарамыз. Сәл непонятка болып тұр екен, бірақ берілгені. Міне жері міне. Д нүктесінен шыққан жоқ, Д нүктесінен өтетін деп айтып тұр екен ғой. Мен өзім қуып отыр екенмін, кешірім сұраймын. Д нүктесінен перпендикуляр шығарамыз, ол АВ-ның созындысын F нүктесінде қияды дейді. Есеп шарты бойынша АД мен ДС тең. АД тең ДС деп жазып қояйын. Демек, мына жақ альфа болса, мына жағымыз тоже альфа. Так, және ВАД бұрышы мен ДВФ бұрышының қосындысы ол 120 градус екен. ДФ бен А-сының қатынасын табыңыз дейді. Ал давайте қатынасын есту үшін бірінші бұрыштармен жұмыс жасап алайық. Бізде А бұрышы мен С бұрышының қосындысы бұрыш А плюс бұрыш С көріп тұрмыз, ол 3 альфаға тең, е? Ендеше В бұрышының сыртқы бұрышы тоже 3 альфа ғой. Так, мен мынаны сәл үлкейтіп алайын, себебі сызбам сәл кішкентай болып қалған сияқты что-то. Жоқ. Так, енді бұл жерде не істей аламыз біз? Бұрыштарды есептейміз, енді басқа вариант жоқ. Так, мынауымыз бізде ВАД бұрышы, бұрыш ВАД-ны тауып алайық бірінші. ВАД бұрышы ол альфаға тең. Ал бұрыш ДВФ, мынауымыз В. ДВФ дейді, мынау. Жоқ. В бұрышының сыртқы бұрышы екен ғой, дұрыс. Бұл 3 альфаға тең. Ендеше альфа плюс 3 альфа, ол 120 градус қой. Ендеше 4 альфа тең 120 градус болса, онда альфа тең 30 градус. Все, альфаның 30 градус екен тауып алдық. Мына альфаларын бәрін өшірейін де мен, мына бұрыштарды сосын түзуді қазір дұрыстап тастайын. Сәл кішірейтіп, мына нүкте F, бұлай перпендикуляр жүргізіліп жатыр. Мына В бұрышы, мына жеріміз 90 градус, значит. Мына жеріміз 90 градус болса, мына жерімізде 90 градус. Значит, бізге берілген бастапқы АВС үшбұрышы, тікбұрыш үшбұрыш деген сөз. 30 градус, мына жағымыз тоже 30 градус, мына жағымыз тоже 30 градус. Мынау 30, 60, 90 градустық бұрыштар болатын тікбұрышты үшбұрыш қой. Енді бұны өзімізге ыңғайлап тікбұрыш үшбұрыш қып сызып алайық, сол дұрыс болады есеп шығарғанға. Ондай үшбұрыш мен жақта жоқ екен, өзіме бүйтіп сызып алайын қайттан. Так, В бұрышы тік болатын және А бұрышы
үлкен бұрыш. Сондықтан мен мына жағын бүйтіп сәл созайын. Так, В, А, С деп белгілеп қойайын. Мынау 60 градус. Мына жағымыз 30 градус. Мынау В бұрышы 90 градус. Сосын АВ-ның созындысын, так, АВ-ның созындысын біздің АД бисектрисамыз, АД бисектрисаны жүргізейін. Д нүктесі. АВ-ның созындысын Д-ға жүргізілген Д-дан шығатын перпендикуляр, міне мынадан бүйтіп фүк деп шығара салайын, е. Мына жер 90 градус. Ол F нүктесінде қияды. Так, біз біліп отырмыз, мына бұрышымыз 30 градус болса, онда мына бұрышымыз 60 градус қой. Себебі жалпы 90 градус. Ендеше мына бұрышымыз 30 градус. Онда мына F бұрышы тоже 60 градус, себебі мына бұрышымыз тік. Онда бізге керекті болатын DF және AC қабырғалардың қатынастарын табу үшін біз 30 градусқа қарсы жатқан катеттің қасиетін қолданайық. Егер AV қабырғасын X деп белгілесек, онда AC қабырғасы 2X болады ғой. AC тең X деп жазып қояйын. Жоқ, AV тең X, онда AC тең 2X, және VC тең онда X түбірас 3 қой, Пифагор теоремасы бойынша, иә? Және олар енді сегізінші класстар 30 градусқа қарсы жатқан катет, 60 градусқа қарсы жатқан катет, олардың синустарының көмегімен табуды біледі, сондықтан бірден жаза берейік. Дәл солай, дәл сол жұмысты енді мынау қай үшбұрышта? Бұл АВС үшбұрышында орындалып тұр. Дәл осы нәрсені енді мен АВД үшбұрышы үшін орындайын. Бұл жерде де 30 градусқа қарсы жатқан катетіміз ол ВД, ал АВ дегеніміз ол X. Ендеше мына ВД-ның квадраты, ВД-ның екі есесі бізде тең болады кімге? АД-ның өзіне. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның тең жартысы, иә? Ендеше Пифагор теоремасына салып жүретін болсақ, X квадрат қосылған ВД квадрат тең болады қаншаға? 4ВД квадратқа. Осыдан 3ВД квадрат, 3ВД квадрат тең X квадрат. Ендеше ВД дегеніміз ол X бөлінген түбірас 3. Яғни X түбірас 3 бөлінген 3. Все, ВД-ны тауып алдық. Ал АВ дегеніміз ол X-тің өзіне тең. Значит, АД дегеніміз ол ВД-ның екі есесі. Яғни 2X түбірас 3 бөлінген 3. Все, біз осыларды тауып алдық. Келесі бізге енді дәл солай, бізде қандай үшбұрыш бар? Бізде мына бір үшбұрышымыз бар. VFD деген. VFD үшбұрышы үшін дәл осылай жұмыстарды жасап алайық. Бізде ВД-ның ұзындығы белгілі. ВД-ның ұзындығы X түбірасты 3 бөлінген 3. Ал 30 градусқа қарсы жатқан катет VF, ол FD-ның екі есесіне тең. Бұл тең 2F, VF тең FD деп жазып алайық. Тағы да Пифагор теоремасымен жұмыс жасайтын болсақ, онда VF квадрат қосылған ВД-ның квадратын бірден квадраттап жүрсек, X квадрат бөлінген 3 болады. Тең болады 4VF квадратқа. Мен звукты өшірем деп. 4VF квадрат. Демек, 3VF квадрат, ол тең болады X квадрат бөлінген 3-ке. 3-ті бөліп жүрсек, VF квадрат, ол X квадрат бөлінген 9. Демек, VF дегеніміз ол X бөлінген 3 деген сөз. Бізде VF дегеніміз X бөлінген 3 болса, значит, FD тең 2X бөлінген 3. Ал бізге қай қатынас табу керек еді? Ол біз өзімізге берілген барлық кесіндіні X арқылы өрнектеп алдық. Демек, кез келген кесіндіге қатынасын точно таба аламыз. DF-тің AC-ға қатынасын тап дейді. DF бөлінген AC. DF бізде қаншаға тең? 2X бөлінген 3. Ал AC қаншаға тең еді бізде? AC ол 2X-қа тең. Значит, 2 мен 2-ні қысқартып жүрсек, X пен X қысқартып жүрсек, 1 бөлінген 3 шыға салады. Все, жауап 1 бөлінген 3 ендеше. Все, барлығымызға түсінікті болды ма, құрметті әріптестер? Бұл жерде қолданылатын екі-ақ нәрсені қолдандық. Бір-ақ нәрсе даже. Екі нәрсе. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы және 30, 60, 90 болатын тік үшбұрыш. Болды. Күшті есеп екен, иә. Мына есепті мысал үшін 7-ші класстар түбірді білмейді екен ғой. 7-ші класстарға беруге де болады деп айтайын десем болмай қалды. Бұл есеп барлығымызға түсінікті болды ғой деп ойлаймын.
Так, Болат ағайдың есебін мен скрин жасап алайын. Фүк деп жасап алдым. Ал бұл есеп бойынша сұрақ бар ма, құрметті әріптестер? Бұл есеп бойынша сұрақ жоқ болса, соңғы есебімізге көшейік. Иә, әрине, Ақжол ағай. Мен сіздің қол көтеріп жіберсеңіз, мен сізге звук ашып жоқ, міне, сізге звук ашып беремін. Ал, давайте. Есептің берілгенін түсіріп жіберіңізші кішкене төменге. Берілген, мінекей. Ақжол ағай. Ассалаумағалейкум, Нұреке, қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, жақсы аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар? Құтты болсын Алматы қаласынан бірінші орын алғаныңыз. Ақжол ағай бізде Алматы қаласынан регатадан бірінші орын алды деп, Құдай қаласа Семей қаласында рахмет. Енді қаладан бірінші орын алу деген Алматы қаласынан тем более. Жолым болып кетті, мықты команда түсіп қалды, Нұреке, менің дым кінәм жоқ деп па. Жақсы. Маған естілмей қалды ма? Или менің интернет? Кешіріңіздер. Естіліп тұр ма? Енді естіліп жатыр, Ана А бұрышынан шыққан бисектрисаның қасиетін қолдансақ деген ғой. Ана Д нүктесінен АС-ға да перпендикуляр түсіре аламыз ғой. Д нүктесінен АС-ға да перпендикуляр. Ана бірінші суретіңіз әдемі тұр, тура солай. Олар өзара тең болады, биіктіктер. Так, стоп. Мынау бұлай қарай биіктік емес қой. Мынау Д-ға түсіп тұр биіктік, перпендикуляр болып. Мына жерден F-ті мен мынаны мысал үшін H десем, DH пен F-ті тең ба, тең емес па, оны есту керек. Себебі, егер бұлай түсіп тұрса, мына D нүктесінен бұлай перпендикуляр жүрсек, онда келісеміз. Себебі, мұнда 90 градус болып тұр. Мынау 90 градус. VD тең VD мен DH. VD мен DH тең, оған келсем. VD мен DH тең. VD мен DH тең. Или осыны айттыңыз ба, Ақжол ағай, мен дұрыс түсінбей қалдым ба? Мүмкін осы VD мен DH-тың теңдігі арқылы ары қарай түрлендіруге. VD мен DH тең болса, мынамен қайта жеңіл шығатын сияқты ғой, мына жақты мысалы үшін X десем. Онда мына жақтан қазір, бізде мына жеріміз қанша градус? Мына жеріміз 30 градус. Мына жерден қазір VD-ны тауып алам. Мына жақтың көмегімен мен астына тауып алу жеңілірек болады. Мынанша расчет жасаудың орнына VD мен DH-тың көмегімен ақ тез тауып алуға болады екен. X деп мына A-ны емес, егер DH-ты X десек, дұрыс айтасыздар. Рахмет, Ақжол ағай. Болат ағай, рахмет. Все. Мен кейде сөйтіп не істеп қаламын, кешірім сұрайын деп па. Қуып кететін әдетім бар геометриядан. Болат ағай мен Ақжол ағайдың мына есепті, дәл осы әдіспен тағы бір былай көретін болсақ, мынанша есептеу жүрмейді, зато өте тез шығады. Дұрыс айтасыздар. Рахмет үлкен. Ал онда бұл есеп түсінікті болған болса, мына бір есепке қарап жүрейік, құрметті әріптестер. Бұл есепті енді мен шынымды айтсам, бірден шығара алдым деп айта алмаймын. Көмек сұрадым бірнеше жерден. Себебі мына типтегі есептерді шығаратын мен жалпы жағдайды іздеуге тырыстым, бірақ әрине бізде мысалы үшін көп есептер бірден әдемі болып жалпы жағдаймен шығады. Ал кейбір есептер болады, жағдайларға бөліп тастап, аның мынандай болғандағы мәні мынандай, үлкен болса мынандай, кіші болса мынандай деген сияқты жағдайлардың барлығын қарастырып шығуымызға тура келеді. Мына есепті мен сондай жағдайға бөлуге ерініп, былай жалпы жағдаймен шығарам деп едім, шығара алмадым. Сосын жағдайларға бөлдік енді. Бізде теңдікте А және В-ның орнын ауыстырғанмен мәні өзгермейді. Ендеше осы екеуінің біреуін кішісі деп алсақ, ешқандай бір жалпылық жоғалмайды. Яғни өрнектің мәні, теңдіктің мәні екеуінің орнын ауыстырғанмен мәні өзгеріп кетпейді. Оған келісеміз, Ондай болатын болса, алдымен А-ның мәнін бір деп қарастырып алайық. Бірде А тең 1 болсын деп. Яғни ең кіші мәні 1 болсын деп. Онда 1-дің факториалы көбейтілген b факториал тең 1 факториал қосылған b факториал
қосылған с факториал. Осыдан b факториал мен b факториал жойып кетеді. Осыдан с факториал қосылған 1 тең 0 болып шығады. Ал с факториал, натурал санның факториалы, ол -1-ға тең болуы мүмкін емес. Ендеше а тең емес 1 деген сөз. Былайша айтқанда 1-ден точно үлкен. Ал енді а тең 2 деп қарастырып көрейік. Онда 2 факториалдың 2 деп бірден жаза берейін. b факториал тең 2 қосылған b факториал қосылған с факториал. Осы жерден b факториал минус с факториал тең 2 дейді. Ешқандай факториалдардың айырмасы ол 2-ке тең болмайтыны түсінікті. Себебі, мысалы үшін, қатар тұрған кіші сан болу керек қой. Енді мысалы үшін b немесе с екеуінің бірі үлкен болатын болса, қандай да бір факториалды точно жақын сыртынан шығаруға болады. Мысалы үшін b кіші немесе с кіші болсын, бізде енді оң сан шығу үшін сәйкенше с кіші болу керек. С факториал жақын сыртынан шығарсақ, b факториал бөлінген с факториал минус 1 тең 2. Ал бұл теңдеудің ешқашан шешімі болмайды. Себебі с факториалдың мәні 2-ке тең болуына тура келеді. Бұл 2-ке тең болса, с-ның мәні 2. Ал с-ның мәніне мына жерге 2 қойсақ, мына с тең 2 болса, онда не болады? Мына жерден қазір 1 шығу үшін b факториал тоже 2-ке тең болуына тура келеді. Үшеуі бір-біріне тең болса, енді тексеріп, так, 2 факториал мен 2 факториалдың айырмасы, жоқ, стоп, кешірім сұрайым. С-ның орнына 2-ні қойсам, 2 факториал минус 2 факториал, дұрыс, кешірім сұрайым, мен шатасып қалды. С факториал тең 2 болса ғана орындалуы мүмкін, мына теңдік. Себебі с-ның мәні 2 болу керек, натурал теңдік бойынша. Онда b факториалдың мәні 2 болу керек, сәйкесінше b тең 2 болу керек. Бірақ та олардың айырмасы 2-ні бермейді ғой. 2 факториал, аз айтылған 2 факториал, ол 0 болып қалады. Сондықтан аның мәні точно 2-де емес. Онда аның мәні 3-тен үлкен немесе тең деген сөз. Так, осы жерге тақтаға бір кісі байқаусызда сызып жерді ғой деп ойлаймын. Өшіп салайын. Сонымен аның мәні 1-ге де 2-ге де тең емес екенін көріп алдық. Онда осы жерден біз мынадай түрлендіру енгізейік. А факториал көбейтілген b факториал тең а факториал қосылған b факториал қосылған с факториал теңдігін а факториалға бөліп тастайын. Онда b факториал бізде себебі а деген кіші сан болып тұр ғой бізде. b-дан кіші болып тұр, точнее. 1 қосылған b факториал бөлінген а факториал қосылған с факториал бөлінген а факториал. Бізде b деген санымызды қалай деп алдық? b үлкен немесе тең а деп алдық. Ендеше b факториал бөлінген а факториал дегеніміз ол натурал сан ғой. Себебі үлкен факториалды кіші факториалға бөлсек, әрқашан натурал сан шығады. Дәл сол сияқты 1 тоже натурал сан. Ендеше b факториалдың өзі де натурал сан. Онда мына жерде натурал сан шығу үшін, мына екеуінің қосындысы тоже натурал сан болса, онда мына бір бөлшегіміз, яғни с факториал бөлінген а факториал деген бөлшегіміз, бұл да натурал сан болу керек. Себебі натурал санға натурал санды қосқанда ғана натурал сан шығады. Натурал санға бөлшек санды, рационал сан, иррационал сандарды қосатын болсақ, ол нәтижесі сондай болып кететін түсінікті. Сонда бізде мына бір жағдайлар пайда болады. Міне, біз көріп алдық. А дегеннің әрқашан 3-тен үлкен немесе тең болатынын, біз оның b мен b-дан кіші болсын деп алғанбыз аны, немесе 3 кіші немесе тең а, кіші немесе тең с. Яғни мына натурал сан болу үшін сәйкесінше с үлкен немесе тең а болу керек қой. Сол кезде ғана бөлшек натурал санды береді. Онда көріп отырмыз, b-ның да мәні, с-ның да мәні неден үлкен? А-дан үлкен. Ендеше b мен с-ны салыстыруға байланысты тоже екі жағдай пайда болады. Көріп отырсыздар ма? Міне, осы мен айтып жатқаным жағдайларға бүйтіп бөлініп кете береді. Сол жағдайлардың бәрін қарастырып шықсаңыз, есеп шығады енді. Енді ол бірақ есептеуі көп есеп болайын деп отыр. Сондықтан сіздерге терпение тілеймін енді қазір. Так, мен жазып алғандарыма бір қарап қояйын, шатасып кетпеу үшін. Бірінші жағдай. b үлкен немесе тең с болсын дейік. Яғни мынандай жағдай болсын дейік. Так, а мынадан үлкен, с значит мына жақта орналасады, b значит мынандай. Мына жағдайды қарастырайық. Ең үлкені b, одан кейін с, одан кейін а, бұлардың барлығы 3-тен үлкен немесе тең деп. Онда біздің өрнегіміз, мысалы үшін бірінші өрнектен, берілген теңдіктен а факториал тауып алсақ, ол нені береді? 1 қосылған b факториал бөлінген жоқ, керісінше, а факториал бөлінген b факториал қосылған с факториал бөлінген b факториал береді. Бізде аның мәні кіші b-дан,
Дәл солай с-ның да мәні кіші немес тең b-дан. Онда a факториал бөлінген b факториал дегеніміз кіші немес тең 1 ғой. Дәл солай с факториал бөлінген b факториал тоже кіші немес тең 1. Себебі үлкен сан, кіші санды үлкен санға бөлсек, точно бірден үлкен сан шықпайды. Ендеше мына үшеуінің қосындысы әрқашан 3-тен кіші немес тең болады. Бірақ та біз бағана көрдік, аның мәні 1-ге де тең емес, 2-ге де тең емес. Значит, оның мәні 3-тен үлкен дедік қой. Мына жағына қоятын болсақ, аның мәні үлкен емес тең 3 болса, онда a факториал дегеніміз 3 факториалдан үлкен болады деген сөз ғой. Ендеше мынаның a факториалдың сол жағынан бағалайтын болсақ, ол 3 факториалдан үлкен емес тең. Осы жерден біз не көреміз? a факториал дегеніміз ол 3-тен кіші немес тең болу керек, және 3 факториалдан үлкен болу керек дейді. Ал бұлай болуы мүмкін ба? 3 факториал дегеніміз 6 ғой. Ешқандай сан 6-дан үлкен, 3-тен кіші емес. Демек, міне, бұны с-дан үлкен деп алған едік, мүмкін емес жағдайға келдік. Ендеше с точно b-дан үлкен деген сөз. С үлкен. Сонда біздің сандарымыз былай орналасып тұр ғой. 3, содан кейін a, одан кейін b, одан кейін с. Енді осы жерде a-ның және b-ның байланысына біз екі жағдай қарастырайық. Бірінші жағдай a тең b деп аламыз, ал екінші жағдай a тең емес b деп аламыз. Бірінші a тең емес b деп алайық, a кіші b. Екінші жағдай a тең b деп алайық. Бірінші кіші деген жағдайды бөлшекпен қарастырып алайық. Негізі бәрібір қайсысын қарастырсақ та, просто мен мүмкін емес жағдайлар бірінші қарастырып алайын дегенім ғой. Так, ондай болатын болса, яғни a-ның мәні b-дан кіші болатын болса, біздің теңіздігіміз былай. Бізде көрініп тұрғанымыздай, b деген санымыз точно 3-тен үлкен ғой, үлкен немесе тең. Точно. Себебі a-ның мәні өзі 3-тен үлкен емес тең. Ендеше b факториал деген санымыз ол әрқашан жұп сан. Осыған келсеміз ғой, себебі b факториал егер 3-тен үлкен болатын болса, онда сандар деген қатарынан келеді, жұп сан тақсан, значит көбейтіндісі точно жұп сан шығады. Ойбай. Және де есеп шарты бойынша a мынандай кіші болғандықтан, міне, яғни с ең үлкені бұл b-дан точно үлкен, ал b a-дан точно үлкен болғандықтан, с-ның ең кіші мәні ол a плюс 2-ден a плюс 2 болады. Яғни кемінде 2-ге артады. Мынаның ең кіші мәні плюс 1, ал мынаның ең кіші мәні плюс 2 сәйкесінше. Онда с факториалдың a факториалға қатынасын қарастырайықшы жұптақтық бойынша. С факториал a плюс 2-ден үлкен болғандықтан, онда бөлетін болсақ, a плюс 1 мен a плюс 2 міндетті түрде бар болады ғой. Яғни с факториалдың a факториал қатынасы қатар тұрған екі санның көбейтіндісінен точно үлкен. Яғни қатар тұрған 2 емес, 3-4 де болуы мүмкін. Ендеше қатар тұрған екі сан ішінде бар ма, олардың көбейтіндісі значит жұп сан. Сонда біздің мына бөлшегіміз жұп сан, b факториал дегеніміз жұп сан. Осыдан енді бағанағы теңдігімізге қайттан келейік. Ойбай. Біздің бағанағы теңдігіміз қайда еді? Міне. Так, a факториал тең, жоқ, b факториал тең 1 қосылған a факториал бөлінген b факториал. Кешірім сұрайын, мен a факториалға бөліп отыр екенмін ғой. b факториал бөлінген a факториал қосылған s факториал бөлінген a факториал. Бізде b факториал мынауымыз жұп сан, мынауымыз жұп сан, мынауымыз тақсан. Нәтиже жұп сан шығу үшін, демек мына бөлшек тақсан болу керек. Ал енді екі факториалдың қатынасы қандай жағдай тақсан болады? Біз бағана айттық, егерде екі сан қалатын болса, қысқартқан, мысалы үшін 5 факториалды 3 факториалға қысқартсақ, ол бізде 4 және 5, яғни қатар тұрған екі сан қалды ғой. Значит, бұл әрқашан жұп сан. Егер тақсан шығу керек болатын болса, онда бір ғана сан қалу керек. Яғни 5 факториал бөлінген 4 факториал деген сияқты. Яғни үсті тақсан, асты жұп сан болатын және айырмасы бірге тең болатын жағдайда ғана бізде тақсан шығады. Ендеше бұл нені білдіреді? A дегеніміз ол жұп сан, және b дегеніміз қандай сан? Тақсан болады. Оның үстіне b тең a плюс 1. Сонда біздің b факториал бөлінген a факториал деген өрнегіміз a плюс 1 факториал, мен мына жерде сәл үстіне жазып қойдым, бөлінген a факториал. Яғни a плюс 1-дің өзі қалып отыр. Енді бастапқы өрнекке алып келейік. Сонда a плюс 1-дің факториалы тең 1 қосылған. Мынадан бізде a плюс 1 шығып отыр. Ал мынадан бізде көрдік, с-ның мәні ол a плюс 2-ден үлкен. Яғни с дегеніміз ол
а факториал көбейтілген а плюс 1 көбейтілген а плюс 2 көбейтілген қандай да бір сан деген сөз ғой. Қандай да бір сан демей ақ қояйын, n деп қоя салайын. Осындай деген сөз. Ендеше бұны қазір а факториалға бөліп жіберсек не пайда болады? а плюс 1 көбейтілген а плюс 2 көбейтілген қандай да бір n деген сан. Ендеше а плюс 1 а плюс 2 көбейтілген n деп жаза салайын. Мына қатынастың орнына. Соны теңдіктен көріп отырмыз. Мына бір санымыз а плюс 1-ге бөлінеді, мына бір санымыз а плюс 1-ге бөлінеді, теңдіктің сол жағы да а плюс 1-ге бөлінеді. Бірақ мына жерде бір қалдық қалып қалды. Ал олай болуы мүмкін ба? Әрине мүмкін емес. Теңдіктің сол жағы а плюс 1-ге бөлінсе, теңдіктің оң жағы да а плюс 1-ге бөліну керек қой. Бірақ бұл жағы а плюс 1-ге бөлген кезде бір қалдық беріп отыр. Мына жағы модуль а плюс 1 бойынша бір қалдық береді. Ендеше теңдік орындалуы мүмкін емес. Бұл қай жағдай? Егер аның мәні б-дан кіші деген жағдайда біз мүмкін емес жағдайға келдік. Демек, аның мәні точно б-ға тең. Екінші жағдайымыз точно орындалады деген сөз. А тең б. Егер а тең б болса не болады? Онда біздің өрнегімізді қайтан жазайын, берілген түрлендіруге жеңіл болу үшін. Плюс b факториал плюс с факториал. Осы жерден а факториалға біз бөліп атырмыз бағадан бері. Және а тең б деп атырмыз. Значит, а факториал тең, мына екеуін де а факториалға қысқартып жібереміз. Плюс с факториал. Сонда бұдан не қалады? А факториал. Жоқ, бөлімінде а факториал бар екен ғой. Кешірім сұраймын. Тең 2 плюс с факториал бөлінген а факториал. Мінекей. Қалған өрнегіміз осы. Ал бұдан енді біз а факториал минус 2 тең с факториал бөлінген а факториал деп жазып алайық. Біздегі а деген санымыз 3-тен үлкен болғандықтан, а деген санымыз точно 3-тен үлкен, онда а факториал минус 2 деген санымыз 3-ке точно бөлінбейді ғой. А факториал минус 2 3-ке бөлінбейді. Себебі а факториал 3-ке бөлінеді. Онда 3-ке бөлінетін саннан 2-ні азайтсақ, бір қалдық қалатын сан шығады, 3-ке бөлген кезде. Яғни бұл бөлінбейді. Бұл нені білдіреді? С факториал бөлінген а факториал дегеніміз тоже 3-ке бөлінбейді ғой. Себебі теңдіктің сол жағы 3-ке бөлінбесе, оң жағы да 3-ке бөлінбеу керек. Яғни екеуінің де қалдықтар бірдей болу керек. Онда мына бөлшектің ішінде, с факториал бөлінген а факториалдың ішінде қатар тұрған 3 сан болу мүмкін емес. Яғни 3-ке артық емес точно. А тең емес, с тең емес а плюс 3-ке. Егер а плюс 3 болса, не болатын еді? Онда с факториал дегеніміз а факториал көбейтілген а плюс 1, а плюс 2 и а плюс 3-тің көбейтіндісі болатын еді ғой. Онда бұны қазір а факториалға бөліп жүрсек, онда бізде 3 сан қатар орналасып қалады. Ал 3 сан қатар орналасса, значит арасында 3-ке бөлінетін как минимум 1 сан бар. Как минимум точно 1 сан бар. Значит 3 сан болу мүмкін емес. Значит екеуі қалып отыр деген сөз. Онда сының мәні немесе бір ғана мәнге артық, немесе 2 мәнге артық. Осында сының тағы 2 жағдай пайда болды. А плюс 1 немесе с тең а плюс 2. Мен жағдайларға бөлет деп отқан көрдіңіздер ме? Мына 2 таяқша шығады, 1 таяқша орындалмаса, 2-ші шығады, содан тағы да 2 жағдай, содан біреу орындалмайды, 2-шіден тағы да 2 жағдай, сөйтіп елочка болып жатыр ғой. Енді көпшілігі ерінеді енді, бірақ енді олимпиада келген соң амал жоқ, ерінбей шығару керек енді. Егер сының мәні а плюс 1 болса не болады? Онда а тең б екенін біліп отырмыз. Онда біздің теңдігіміз қандай түрде болады? Так, с тең теңдігімді қайтан алып келе салайыншы. Так, а факториал, мына жеке әкеп қоя салайын. А факториал минус 2 тең а плюс 1 факториал бөлінген а факториал. Бұдан а факториал минус 2 дегеніміз, қысқартып жіберсек, мұнда а плюс 1 қалады. Сонда а факториал минус а дегеніміз ол 3-ке тең болып шықты. Ал бұл қалай жағдайда орындалады? Егер 3-тігі аны жақсысына шығарып жіберсек, мына жақтан, аны, онда а факториал бөлінген а қалатын жақта, ал мына жерде не қалады? Минус 1 қалды. Тең 3 дейік. А факториалды аға бөлсек біз білеміз, а минус 1 факториал минус 1 тең 3. Енді 2 санның мына бір 2 сан, мына жақшаның ішіндегі сан, а және жақшаның ішіндегі санның көбейтіндісі 3 шығу үшін, 3 дегеніміз ол тек қана 1 немесе 1 мен 3-тің ғана көбейтіндісі. Ендеше аның мәні тек 1 болуы мүмкін, бірақ аның мәні 3-тен үлкен немесе тең болғандықтан 1 бола алмайды. Значит, аның мәні 3-ке тең.
Так, тауып алайық, қояйық орнына. Аның мәні 3-ке тең болса орындала ма екен? 3 көбейтілген 2 факториал минус 1 тең 3 көбейтілген 1 тең 3 орындалады. Значит, аның мәні тең 3, б-ның мәні тең 3, с-ның мәні тең 4. Осы тапқанымызды бастапқы теңдікке апарып қойсақ, орындала ма екен көрейік. Есеп шарты бойынша 3 факториал көбейтілген 3 факториал тең 3 факториал қосылған 3 факториал қосылған 4 факториал. Так, 3 жердегі 3 факториал 6, 36 тең 6 плюс 6 плюс 4 факториал бізде 24-ке тең, сонда 36 тең 36 орындалып тұр. Демек, бір жауабымыз ол 3, 4 деген жауап шықты. Егер с тең а плюс 1 болса. Енді екінші жағдайды қарастырайық. С тең а плюс 2 болса не болады? Онда біздің мына өрнегіміз а факториал минус 2 тең а плюс 2 факториал бөлінген а факториал болушы еді. Демек, а факториал минус 2 дегеніміз ол неге тең болады? Так, а плюс 1 көбейтілген а плюс 2. Жақшан ашайық. А факториал минус 2 тең а квадрат плюс 3а плюс 2. Енді мынаны былай қарай лақтырып жейін. А квадрат, а факториал минус 2а квадрат плюс 3 тең 4. 3-тің асы бар. Аны жақын сыртына шығарам тағы да. Неге? Себебі бүтін мән диафан теңдеуіне келтірейін деп жатырмын да. Көбештер жіктеу арқылы диафан теңдеуін шешетін жағдайға. Сонда мұнда а минус 1-дің факториалы қалады. Минус 2а қалды. Мұнда плюс 3 қалды. Тең 4. Бұл жерде де теңдік орындалу үшін аның мәні үлкен емес тең 3 болғандықтан 4 дегеніміз ол 1 көбейтілген 4 немесе 2 көбейтілген 2. Басқа вариант жоқ. Себебі бәрі натурал сандар. Онда аның мәні тең емес 1-ге, аның мәні тең емес 2-ге, значит аның мәні тең 4. Аның мәні 4 болса, мына теңдік орындала ма екен көрейік. Неге 2 квадрат болып кетті? Шынымен неғып 2 квадрат болып кетті? Кешесіздер. Мен шатасып қалдым ғой. Неғып 2 квадрат деп жаздым мен. Білмеймін соны болады ағай деп па. Не үшін неға деп жазған білмеймін. Мияши бастады ғой түнге қарай. Так, сонда аның мәні 4 болуы мүмкін емес. Аның мәні тек қана 4. Қойып көрейік. 4 көбейтілген 3 факториал минус 4 плюс 3 тең 4 бола ма екен? Қысқартайық. 3 факториалдың мәні бізде 6. 6-тан 4 азайтсақ 2, 2-ге 3-ті қоссақ 1 шықпайды ғой. Шықпайды. Значит, бұл жағдай орындалмайды деген сөз. Все, сонда біздің жалғыз ғана жауабымыз бар. Ол 3, 4. Все. Үлгердім ғой 1 сағатқа тура. Үлгермей қалам ба деп едім осы сепке. Так, көріп отырсыздар ма әріптестер, бізде қандай ситуация болып кетті мына жерде? Біз бастапқыдан міне екі жағдайға алып келдік. Иә, сондай есеп екендер, сондай есеп болды. Негізі қарастырып көрсеңіздер болады. Мына жағдай орындалмай қалды, сосын мынау екі жағдайға бөлінді. Мына жағдай орындалмай қалды, сосын мына екі жағдайға бөлдік. Мынау орындалмай қалды, сосын мынаның екі жағдайын бөлдік. Біріншісі орындалып, мынау орындалмай қалды. Осындай бірнеше бөліктерге жібердік те біз енді. Сондықтан осындай ситуация болып қалды енді. Мен негізі жалпылама жағдаймен жасап көрем деп ойладым да, біраз тупикке кіріп кеттім бірақ. Мен былай істеймін деп ойладым негізі басында. Мен а факториал, б факториал минус а факториал минус б факториал тең с факториал деп жазып аламын да, екі жағына да бірді қосам дедім бірінші. Сосын сол жағын жіктесек, а факториал плюс 1, а факториал минус 1 көбейтілген б факториал минус 1 тең с факториал плюс 1 деген өрнек пайда болады ғой. Осыдан мен көбештерге жіктеу арқылы тағы да ары қарай бірдеме істеймін ба деп ойлап едім негізі. Мына қалдықтарды, сосын себебі мынау нені білдіреді? Ол с-дан кіші болатын кез келген санға бөлгенде мына жерде модуль қалдығы 1 болады. Сол қалдық бойынша ма, немесе басқа бір көбештер жіктеу әдісі бойынша ма қарастырып көрем ба деп қаншама шұқыладым. Енді ондай жалпы жағдаймен шығара алмадым. Сондықтан жағдайларға бөліп отыруға тура келді енді. Шығару жолы осы. Енді құрметті әріптестер, бүгінгі сіздерге жоспарлаған есебіміз осы. Осы 4 есептің өзі 1 сағат уақыт алды, көріп отырсыздар. Әрине облыстық деңгейдің есебі болғаннан кейін оңай емес. Және оған біздің балаларымыз дайын жүрсе, вообще мощно. Негізі олимпиадаға қатысқан кезде 4 есептің 4-еуін шығаруды ешкім талап етпейді ғой. 2-еуін шығарсын. Міне, бастап мына есеппен, мысал үшін, мына есеп кез келген мектептің баласының ми жететін нәрсе. Сол есеп шығарсын 14 балл, пожалуйста. Мынаны әйтеуір бірдеме жазсын, әйтеуір келтіріп, 1 балл, 2 балл алсын. Мына жақтан да бір жағдай, екі жағдайды қарастырып, 1 балл, 2 балл алсын. Пожалуйста, онда тұрған ештеме жоқ қой. 100% шығаруың шарт емес. Бірақ
міне көріп отырсыздар, кез келген бала шығаруға мүмкіндігі бар, екі есеп бар, значит бұл есеп нормальный деңгей деп айтуға болады. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар деп па. Пока. Ой, рахмет айтатын кісілер, сіздерге рахмет. Бүгін көрісу күні екен, айтқандай. Көрісу күні құтты болсын. Бізде рахмет айту күні өтіп кетті, бірақ сонда да бір-бірімізге рахмет айтып отырайық деп па. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Деп ойласаңыздар, кетіп қалмасаңыздар мен отыра беремін.